Менің кейбір ойларым. Біз барлық іс-әрекетіміз үшін 100% жауапкершілік арқалаймыз. Біздің әрбір ойымыз біздің болашағымызды құрайды. Күш өз бастауын әрқашан қазіргі сәттен алады. Барлығы дерлік өздерін жек көреді және өздерін кінәлі сезінеді. Барлығы өздері туралы мен онша жақсы емеспін деп ойлайды. Барлығы ойға байланысты, ал ойды өзгертуге болады. Жасырын реніш, ашу, өзін және басқаларды сынау, кінәлі сезіну денсаулық үшін ең зиянды көңіл-күй. Қордаланған реніш пен ашудан толық арылу маскүнемдік кеселінен емдейді. Біз өзімізді шын мәнінде жақсы көрген кезде біздің өмірімізде жақсарады. Біздің өткеннен арылуымыз және барлығында өзімізді қоса кешіруіміз қажет. Біз қазіргі сәтпен өмір сүруді үйренуіміз қажет. Өз-өзіңді қабылдау мен өз іс-әрекеттеріңді қолдау ұзақ өзгерістер кілті болып табылады. Тек қана біз өзіміздің тәніміздегі ауруды қолдан жасаймыз.